адамысың. Бізбен бірге тұрғың келе ме? Келістік деп есептейік. Менде саған ыңғайлы орын бар. Саған бізде ұнар. Сенің атыңды нүкте деп қоям. Сұлу, сен менің телефонымды көрмедің бе? Ха! О, міне ол! Сәлеметсіз бе? Бұл мұражай ма? Менің жаңа суретім бар. Мұражай? Мен сізге қайта қоңырау шаламын. Вау! Бұл нүкте, енді ол бізбен бірге тұрады. Қандай сымбатты! Мен оның суретін салғым келеді. Жоқ, оны орнына қойшы. Ол өзін жайсыз сезінетін болады. Нүкте қонақ үйіне енді ғана көшіп келді. Оған тыныштық керек. Қонақ үй? Сонымен, біріншіден бұтақ. Бұл интерьерге сәйкес келмейді. Жапырақтарды да алып тастаймыз. Бұл өткен ғасыр. Мұнда біраз түс қосып, ал жиһазды осында қосайық. Керемет болады. Тағы шатыр керек. Сүйкімді. Ол қалай демалады? Мінекей, күшті боп қалды. Оған ол жерде ыңғайлы емес сияқты. Ал маған ұнайды. Мен өзімде осындай үйде тұрғым келеді. О, қыздар, менің добымды көрмедіңдер ме? Сенің добыңды іздеуге уақытымыз жоқ, Тима. Біз бос емеспіз. Мен қазір портрет саламын. Немесе натюрморт. Мен әлі ойланып тұрмын. Шуламандаршы, өтінем. Ол қатты дыбыстан қорқады. Бізде қонақ па? Оған тез арада тамақ беру керек. Міне, бұл әлемдегі ең дәмді балдыр көк. Тима, сен оны езіп тастай жастадың. Джакузиді да бұзып жібердің. Кешіріңдер, мен қазір бәрін түзетем. Жетер! Қызыл қоңыздар шөп жемейді. Олар кішкентай қоңыздармен қоректенеді. Кешір нүкте, олар сені ренжіткісі келмеді. Қалайсың? Сонда сен далаға шыққың келе ме? Далаға? Оның жаны сәнді үйші. Анам да аш қарынға қыдыруға болмайды дейді. Сұлу, маған нүктені берші, оның суретін салуым керек. Жоқ, нүкте екеуміз шай ішуге барамыз. Сұлу, қараңғы болмай тұрғанда тезірек. Ол шайды сүтпен әлбесі түс ішеміз. Сұлу, мен сені құтқарам. Сұлу, тоқта, нүктені қайдар. Сәл қалды, шыдай тұру өтінем. Сұлу, аяп тұрсың ба? Ол біздің мармеладты әлі жеп көрген жоқ. Ей, Сұлу, тоқтай тұр енді. Сұлу! Жіберіп алдыңдар ма? Шай суыды ма? Ал, еске түсіріп сурет салуға тура келеді. Мен сені ешқашан ұмытпаймын. О, міне менің добым. Мен қалайда жақсы болғанын қаладым. Бірақ сен үшін не жақсы екенін білмедім. Саған бақшада жақсырақ болады. Қонақ болғаныңа рахмет. Бүгін бізде мектепте қойылым болды. Күшті! Тима, қойылым ғажап болды. Өмірімде ондай әдемі декорация көрген емеспін. Солай ғой, Сұлу? Сұлу, не болды? Сені біреу ренжітті ме? Өкінішті. Лала, мұнда не деп жазылған? Жоқ, оқымаңдар, бұны тағы бір рет көтере алмайым. Мұндай мұңды кітапты не үшін оқисың? Мысалы маған ханшайымдар мен айдаһарлар туралы ертегілерін айт. Баян Сұлу мен Қозы Көрпеш туралы ертегі. О, біздің Сұлу сияқты. Жылама, әпкетай. Баян Сұлу жайлы өз ертегімізді ойлап табамыз. Міне қараңдар, бұл театр кесіндісі. Міне сахна, көрермендер, актерлер. Тамаша, Сұлу, сен актриса боласың. Не? Бірақ мен ойнай алмайым. Ей, мен актер болғым келген. Тима, бас кейіпкердің аты Баян Сұлу. Демек, оның рөлін Сұлу сомдайды. Неге сен бастық болып жүрсің? Қойылым қояйық деген менің ойым. Сондықтан мен бастық болам. Ал сен бізде жарық берушісің. Ешқашан. Оның қалпағы жасыл екен. Келсем. Онда мен декорацияларға кірісейін. Мам, сосын қалай еді? Қазір жаным,
Қозы көрпеш күн санап емес, сағат санап өсті. Қозы көрпеш түн... Ой, Тима! Не? Үйреніп жатырмын. Жасыл қалпағымды күтіп тұрмын. Режиссер бос емес. Жаным, камераны қайтесің? Алғашқы қойылымымыз естелік болып қалсын. Ал, бастаймыз ба? Қозы көрпеш. мен ұмытып қалдым. Ештеңе етпейді Айсұлу. Қазір тағы бір рет қайталаймыз. Бәрі жақсы болады. Солай ма, режиссер? Режиссер қайда? Айдаһарды қандай түспен боясам екен? Жасыл қылсам ба? Лалагүл, ол ертегіде айдаһар болмаған сияқты. Онда не болғанын білмеймін. Оқыған жоқ. Меніңше, Баян Сұлу мен Қозы көрпеш үйленіп, айдаһарға мініп, ұшып кетеді. Солай ма, Сұлу? Сұлу! Қане, басынан бастайық. Мынау не тағы? Кешіріңдер. Жоқ, Темірхан, бұл тамаша шешім. Болды, шешімнің бәрін режиссер қабылдайды. Қазір декорацияларды аяқтап алуым керек. Ал сендер... Папа, декорациясы сахнаны түсірме. Сұлу, дұрыстап ойнай аласың ба? Мама, жарайсың, жалғастыра бер. Тима, сен... Тима! Бұзықтықты дұғар! Міне, жасыл қалпағымды сол бойы ала алмадым. Мүлде түсінбеймін. Енді не істеймін? Менің ойымды бөлме. Қазір жұмысымды аяқтап алып айтам. Қандай қиын. Сұлу, ең болмаса 5 минут жыламай отыра аласың ба? Бірақ Лалагүл, сен режиссерсің ғой. Сен нұсқаулар беруің керек. Бірақ... Десе де, айдаһар артық болады жаным. Бірақ... Мама, 5 минут деген көп пе? Бірге санайық. 1, 2... Сондай мұңды, мұны ойнай алмайым. Бәрі дұрыс, жаным. Режиссерге сенім арт. 82. Жоқ жаным, одан кейін 17. Қолымнан келмесеші. Маған жасыл қалпақ қашан бересіңдер? Үзіліс жасайық. Сонымен, мына карточкаларда түрлі мамандықтар бейнеленген. Олардың бәрі өте қызық әрі маңызды. Әр қайсымыз ең қатты ұнаған карточканы алайық. Дайынсыңдар ма? Бірақ мен біреуін таңдай алмайым. Жаным, өзіңе қайсысы көбірек ұнайды? Мен ғажап қойылым шыққанын қалаймын. Мектепте көргендей. Ал қойылымда саған не көбірек ұнады? Декорациялары. Маған ең қатты ұнағаны декорациялары. Тамаша емес пе жаным? Кейде айналысып жүрген ісіміз шын қалайтын нәрсеміз болмай жат. Бірақ әртүрлі салада бағыңды сынап көргенде тұрған ештеңе жоқ. Шынымен не жақсы көретінімізді басқа қалай түсінеміз? Сол кезде Баян Сұлу ұзын өрімдермен қош айтысып, зұлым құдарды құдыққа тастайды. Ақыры Қозы көрпештің кегі қайтарылды. Ал Баян Сұлу күннің батқанын тамашалап отырады. Тима, сенің кезегің. О, әсем Баян Сұлу, сенің батыл әрекетің мені қайта тірілтті. Енді бірге болып аспанды бағындыра аламыз. Керемет, Лала, айдаһар дайын ба? Дайын. Алақай, енді айдаһар шықсын. О, Қозы көрпеш пен Баян Сұлу айдаһармен серуендеуге кетті. Олар бақытты ұзақ ғұмыр кешті.